Сен ненен қосылу керек еді мен Инстаграмға, сен телефонына. Саған да қосып қою керек еді. Инстаграмда Нұрсұлтанда бар, Дианада бар. Енді саған қосып қойсам. Рахмет. Рахмет емес. Зато не қылам ғой, екі жақта бірдей өткізе берем. Қазір мынадан шығам да мен ана жаққа өткізуім керек болады. Тыңқ-тыңқ деп келе бергеннен кейін ба, удалить етсайсың одан кейін. Тыңқ-тыңқ деп келе бергеннен кейін ба. Уағалейкум ассалам, қалдарыңыз қалай? Келе бермейді ғой, не деп келеді ол удалить етіп тастағаннан кейін. Қайтып не істеу керек болады ғой, оны потом қайтып бір не болады, дейінгі ай. Жазып медитация без слов деп ма? Диана айтқандай ма? Медитация без слов, скоро мен өзім айтам дей ма? Қалыңыз қалай дейді Айнұр. Шүкір жақсы, өзіңіз қалайсыздар? Бір күні мен өзім айтам дей ма? Медитация без слов-та. Деп. Мағайда. Білмеймей. Тауасыз. Қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Жағдайларыңыз қалай? Күндеріңізге сәттілік, несібелі, берекелі күн болсын. Мен сіздерге ұзақ болды, кірмей жүрмін. Мен тиктокта кіріп жүрмін, прямой эфирға ше. Тиктокта кірем эфирға. Инстаграмда вообще кіріп жүрген жоқпын. Сол бүгін сіздерге кіріп жатырмын. Енді Инстаграмда менде тұрақты оқырмандарым ғой, баяғыдан келе жатқан тұрақты оқырмандарым. Сондықтан сіздерге кішкене. Тиктокта көбісі танымайды мені. Бірақ сол жақта өткізем. Ол жақта неше түрлі адамдар келеді. 200-300 адамға дейін көреді бір көргенде. Сол, кіріп алсын қазір адамдар, жиналып алсын, Құдай қаласа. Таңғы техниканы өткізейін сіздерге. Сағындыңыздар ма мені? При заборе подушка, чтобы смягчить, эффективнее Дюфалар, чтобы мягко и надолго. Қызылорда қаласына 2 апта болып, Астанаға келдім кеше. Қалайсыздар? Сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Әңгімені бастай берейік жай-жай. 17 адам болыпты. Лай дейді. Түрі дейді. Сөйтіп 2 апта бойы Қызылордада болып, Қызылордада үйімде болып, кеше ғана келдім Астанаға. Астана деген өзгеріп кеткен 2 аптада. Қыс болып жатқан кезде кеткен мо, дала қақаған суық. Набережка деген вообще жаңағы. Мен таңғы жүріске шыққан кезде набережкеде ешкім болмайтын. Кеше деген адам деген ығы-жығы көп. Набережка ашылып кеткен, күн жылып кеткен. Мен айтам, 2 аптада біраз нәрсе өзгереді екен ғой, біз білмейді екенбіз, е. Вот көрдіңіздер, бізге 2 апта, ой, өтіп кетеді ғой, қазір-ақ қой деп отырамыз, е. 2 аптада кәдімгідей табиғатта қаншама құбылыс болып, кәдімде адамдар тіршілікке шығып сөйтіп кетеді екен ғой. Сондықтан не істеп жатырмын ғой, вау деп ше. Солай. Кері байланыс қайда қыздар? Үндемей отыра бересіздер ма? Қалайсыз, Марал ханым, қалыңыз қалай деп айтпайсыздар ма? Келіп кеткен, мейрамыңыз құтты болсын деп. Сізді көргенімізге қуаныштымыз деп айтпайсыздар ма? Лайк басып шамал кері байланыс. Аймекен дейді. Қалайсыз дейді. Шүкір жақсы. Өзіңіз қалайсыз? Айнұр дейді, күліп отыр. Үйсі қойсаңызда шамал сіздердің бар екендеріңізді біліп отырайық. Бір жалғыз отырған сияқтымын. Қуаныштымыз дейді.
Мен де қуаныштымын. Аллаға шүкір дейді. Қазір кірдім дейді. Молодец, Айман. Кіріңіздер. Күшті нәрселер жасайық, Таңғы техникалар жасайық. Қалайсыз дейді, тәттілер сарайы дейді. Қалайсыздар? Алдында таңда бір дұғаға оқуға кіріп жүрдім ғой, одан кейін көбісі түсінбей кетті ол дұғаны ше. Содан кейін жасамай қойдым ары қарата. Өйткені көбісі түсінбей кетті. Немене, не оқып жатсын, жаңағыдай, немене бір неге кіріп кеткенсің ба, сектаға кіріп кеткенсің ба деген сияқты неше түрлі нәрселер жазып кетті. Содан кейін ештеңке не істеген жоқпын, өзім сол дұғаны аяқтай салдым. Сонымен кірген жоқпын. Кәдімгі таңғы техниканы жасата берейін деп ше. Өйткені адамдар түсінбейді ғой бәрібір. Не болып жатыр, анау мынау не оқып отырсың деген сияқты. Кәдімгі тілек жасап отырмын, олар түсінбейді вообще. Қазір просто адамдарда да түсінуге болады, көп нәрсе бар, көп нәрседен қорқады, сондықтан солай істейді ғой енді адамдардың өзі. Ешкімге өкпе жоқ деген сияқты. Ақжарқын ханым, қалыңыз қалай? Амансыз ба? Ал кеттік, таңғы техниканы жасайық, терең демаламыз, шығарамыз. Сіздер де не істеп қалған шығарсыздар кішкене. Терең демаламыз, шығарамыз. Күнделікті таңғы техника жасайық, сіздерге пайдалы болайық. Инстаграм бар, құдайға шүкір, тикток бар. Барынша сіздермен бірге тығыз байланыста болайық, құдай қаласа. Сіздердің хақыларыңызды берейін, инстаграмда тіркеліп отырған. Саламатсыз ба дейді Ақжарқын. Қалайсыз, Ақжарқын ханым? Қазір жердің энергиясы өте жоғары деп жатыр қыздар, Қазір адамдар шаршауға, ауыра береді, қазір адамдар шаршап жатыр. Неге? Өйткені қазір жердің энергиясы өте жоғары екен, қыздар. Өте жоғары, толқындық энергиясы өте жоғары болып жатыр екен. Бұрындағыдан да өте жоғары болып жатыр екен. Сондықтан физикалық түрде көп қозғалыңыздар, қыздар. Физикалық түрде көп қозғалыңыздар. Физика қозғалмай денеде энергия көтерілмейді, қыздар. Сондықтан физикалық тұрғыда үйлеріңізді жинай беріңіздер. Таңғы жүріске шығыңыздар, кешкі жүріске шығыңыздар. Өздеріңізді қуантатын бір нәрселерді жасаңыздар. Сондай тіршілік жасай беріңіздер, тынбаңыздар. Қазір жердің энергиясы өте жоғары дейді ғой. Түсіндіңіздер ме? Энергиясымен жұмыс жасағандар көтеріліп кетіп жатыр. Медитациялар жасаңыздар. Биленіздер, жаңағыдай растяжка жасаңыздар. Энергияны көтеретін нәрселердің барлығын жасай беріңіздер. Тупы жасай беріңіздер. Анау ма, мынау бола ма, анау болмай ма деп миларыңызды ашытпаңыздар вообще. Жаңағыдай бола ма, болмай ма, какая разница, істей беріңіздер. Жүріске шығып жатырмын, бірдеңке, анау мынау, біздің басымызда информация өте көп, қыздар ше. Сондықтан өз-өзімізді шаршата береміз. Просто двигайтесь вперед, просто істей беріңдер. Мысалға, мына жүріске шыққанның өзінде алдында мен мынандай нәрсе естігенмін ғой, мысалға 40 жастан кейін адамда жаңағы не қылады, уже защитный функция қосылады, сосын адам денесіне жир вырабатывать етіле бастайды, сосын бүйте бастайды, анандай да мынандай, оларға физикалық қозғалыста өзіме үйлесімділік болу керек деген сияқты сондай нәрселерді естігенмін ғой. Енді көшеде келе жатсам, жүріп келе жатсам, сол информация келе береді да, ішімде тұр ғой, енді ол ешқайда кеткен жоқ. Любой информацияны естіген кезде ол біздің ішімізге кіреді ғой, ол ешқайда кеткен жоқ қой. Біздің ішімізде тұр ол информациялар ше. Не нәрсені естейсің, не нәрсені көресің, соның бәрі сенің ішінде тұрады ғой, ешқайда кетпейді ғой. Түсіндіңіздер ме? Оның бәрі информация, ол кәдімгі мусор ғой, ментальный мусор біздің ішімізде миллиондаған ше, әр нәрсені ести бергеннен кейін, көре бергеннен кейін ше, ментальный мусор болады. Сондықтан оны да жаңағы миыңды тазалау үшін обязательно таңғы жүріске шығу керек. Жаңағы нелерге, осындай таза ауаға, табиғатқа шығып, медитациялар жасап, бойынды тазартып отырмасаң, ментально тазартып отырмасаң, сен миың ашып кетеді. Сол нәрсе есіме түсе береді. Жүріп келе жатам, жаңағы, ой, сенде вырабатывать етіледі, май вырабатывать етіліп кетеді, сен өз-өзіңді шаршатып атсың, сен өзіңді бүйтіп атсың, анау мынау деген нәрсеге. Мен айтамын да, какая разница деймін да. Май вырабатывать етіле ма, басқа не қыла ма, оны кім біледі, Құдай білмей ма, біз өзіміз әулие болып кеткенбіз кейінгі уақытта ше. Біз организмімізді миымызбен басқарғымыз келеді да. Ол организм біздің басқарылмайды, организм бізге бағынбайды, ол өздігінен болады да, барлық процесс ше. Мысалға сен асқазаныңды жаңағы
тамақты жеп асқазаным қортыл деп отпайсың ғой, ол өзі қортады, өзі шығарады, өзі жаңағы не қылады. Сол сияқты сен жүрген кезде де өз процесс өздігінен болады ғой. Сенің қаның айналады, жүресің, алдыға жылжисың деген сияқты. Сондай сияқты біз көп нәрсеге ойланып кете береміз. Просто тупо істей беру керек, қыздар. Керек нәрсенің барлығын организм өзі қалыптастырады, өзі не қылады, шығаратын жеріне Алла тағала шығарады, апаратын жеріне апарады. Сондай энергияны көтеретін нәрселер жасай беру керек. Сондықтан осы нәрсенің өзі мен энергиямды көтеретін нәрсе сіздерге таңғы эфир өткізейін деп отырмын. Осы таңғы эфирді өткізгеннен кейін мен энергиям өте жоғарылайды. Өте жақсы не қылады, өте жақсы позитивті эмоцияда болам, Өйткені мына өмір алыс беріс заңы ғой. Ала берем, бермеймін деген нәрсе жоқ. Сондықтан алғаннан кейін беру керек деген сияқты. Сондықтан мен сіздерге берсем, значит, Алла тағала береді маған. Әйтеуір алыс беріс заңы болады. Солай ғой. Қалайсыз дейді Эльмира ханым. Эльмира ханым, қалайсыз? Жағдайыңыз жақсы ма? Шүкір Аллаға, өте жақсымын, альхамдулилля. Мен қазір еще код деген нәрсені өткізіп жатырмын, әрбір сөз код деп, сондай нәрселерді айтып жатырмын. Ол эфирларда тоже TikTok каналда өткіздім. Әрбір сөз ол код деп, Менің әрбір сөзіме қарап отсаңыздар код жаңағыдай деп айтып жатырмын ғой. Сондықтан кодовый словоларды да үйреніп, арасында айтып жүріңіздер. Мысалға мен деп айтып жатырмын да. Алла қашан үй бересің, Алла қашан бірдеңке бересің деп айтқаннан көрі, жаңағыдай кодовый словоларды айтқан жақсы. Алла үй берсе берсін. Мен дайынмын, ашықпын деген сияқты. Көрдіңіздер ме, қандай энергияң көтеріледі? Алла үй берсе берсін, мен ашықпын, мен дайынмын деген сияқты. Мен бәріне ашықпын. Үй берсе үй берсін, машина берсе машина берсін, ақша берсе ақша берсін, Саяхатқа апарам десе апарсын. Мен бәріне дайынмын, ашықпын. Мен әлемге ашықпын, мен әлемге ғашықпын деген сияқты сөздер. Көрдіңдер ме, көзінен уже нұр да ойнайды. Әрбір сөз ол код, әрбір сөз ол энергия. Әрбір сөз ол энергия. Сенің энергияң көтеріледі әрбір сөз арқылы, Сондықтан ол энергиялы сөздер шығу үшін де кішкене азанда тұрған кезде өздеріңізге уақыт арнаңыздар, қыздар. Сіздер өздеріңізге уақыт арнамайынша өмірлеріңіз өзгермейді екен. Ол өзімнен өткен практика, қыздар. Айттым, өткендері мен осы нелерге шығып жүрдім ғой. Терапияларға шығып жүрген кезде мен көбінесе енді терапияда жүргенде азанда бір уақыт өзіне арнамай кетесің да. Терапиялар шығасың, жолда жүресің, шаршап жүресің, ұйқың дұрыс болмайды деген сияқты. Сөйтіп жүрген кезде мен кішкене ритуалдарды тоқтатып қойған тұғым. Сол кезде мен қатты шаршадым, қыздар, қатты шаршап, кәдімгі неге ондай шаршадым деп ойлап жүрмін. Оказывается, ол жерде терапия деп өзімді ұмытып кеткен ғой, түсіндіңіздер ме? Содан кейін 1-2 ай өзіме уақыт арнадым. Вот қазір осы мен бір энергиям толыққанды болып, бір жақсарып сөйтіп тұрмын да, мысалға, бәрін жинап алып бір неше ай осы, нешінші ай уже, 3-ші ай ма, 4-ші ай мен уже өзіме айналысып жүрмін, жүрістерге шығамын, медитациямды жасаймын, биімді билеймін деген сияқты, сөйтіп сондай нәрселермен занимация етіп жүрмін. Кәдімгідей демалдым, ұйқым дұрысталды деген сияқты. Мынау Рамазан айында тахаджудқа тұрдық, Алланың қалауымен көптеген нәрселер жасадық, дұғалар оқыдық, альхамдулилля, Аллахқа сан шүкір, күшті нәрселер жасадық. Сондықтан адам өзінен ұмытады ғой, өзіне энергия сыйламайды ғой. Өзіне энергия сыйламайсың ғой, сен мысалға. Сен әлемнен энергияны күтпей-ақ қой, түсіндіңіздер ме? Іштен жақсылық шығу үшін сен бірінші өзіне жақсылық сыйлауың керексің да. Түсіндіңіздер ме? Сол кезде мен түсіндім, мен ұмытып кеткен екенмін деп. 10-15 минут ше, 15 минут. Просто азанда тұр да медитацияны қосып қой. Медитацияны қосып қой, ұйқылы ояу жасайсың. Әдемі сөздер бар ғой. Медитация для успеха деген бар. Медитация для активной жизни деген бар. Сондайды қосып қойды, сөйтіп сол сөздерді қайтала. Аффирмация дегендер болады, Аффирмация для жизни, для успеха дегендер көп қой. Сол қосса соны айт. Сосын тұрды айнаға қарада биле, просто музыканы қосып қойды, просто биле шандай қылып. Жиротопка дегендер би емес, просто өзіңді қуанту үшін бүйтіп денеңді қимылдатып, шашыңды жайып, осылайна бүйтіп ба деп өйтіп күштілеп билеш. Вот соның өзі сен энергияңды көтереді. Сөйтіп сонымен ақ баста кетші. Кішкене денең қызады уже, энергияңды көтересің уже ше. Сосын әдемілеп шайыңды ішіп ал. Сөйтіп жаңағы солай баста күніңді ше. Түсіндіңіздер ме? Сол кезде уже ішінен жақсы сөздер шыға бастайды. Уже шыға бастайды өзі. Көшеге шығасың, уже айта бастайсың. Мен жолым ашық, мен басымның бағы бар, мен Алла тағала өмірім жақсылыққа толтырып қойған. Уже күніңді қалай бастайсың, солай үйлесіп кете береді. Бір күн солай бастап көріңіздер.
не дейді, өтіп кеткен 8 жылы дейді, болған дейді. Өтіп кеткен 8 жылы болған жағдай. Осы келіп, не дейді, содан қорқып уайымда жүрем. Түсінбедім қыздар, түсінбедім. Сол қорқынышпен просто жұмыс жасау керек қыздар ол. Қорқыныш бірден кет қалмайды, просто жұмыс жасау керек, онымен кәдімгідей жұмыс жасау керек. Қорқыныш деген жоқ әлем ғой қыздар. Қорқыныш просто ол ой екенін түсіну керек адам. Саналы түрде түсінетін болса, уже оған әрекет етпейтін, реакция бермейтін боласыздар. Мысалға, анау қорқынышқа батып, анау мен андай деп ойлайды, мынау мен мынандай деп ойлайды, анау андай, мынау мынандай деп, ол сіздердің ойларыңыз просто. Сіздердің энергияңыз, вибрацияңыз төмендеп кеткеннен кейін сіздің ойыңыз сізді басқарып жатыр. Сондықтан энергияңыз көтерілді ма, сіз ондай ойлар ойламайсыздар. Сіздерде қорқыныш та болмайды. Шын айтайын ба? Энергияларыңыз көтерілді ма, ондай. Сондықтан түсіну керек адам. Жаман ойлар келіп жатыр ма, сіздер минус энергиядасыздар. Жақсы, қуанышты күлде жүрсе, плюс энергиядасыздар. Сондықтан жаңағы энергиямен айналсыңыздар. Жаңа айтып жатырмын ғой, ұйқыдан тұрған сәтте сондай 1-2-15-16 минут өзіңізге арнаңыздаршы, болды. Соны өзі әрі қарата жалғаса береді. Осындай техникаға кіріп кетесіздер, білмеймін, көшеде жүгіріп жүресіздер, жаңағы андай-мындай айтасыздар, даже кітап оқып кетесіздер, арасында бір техникалар жасап кетесіздер. Сөйтіп өздеріңізге не қыласыздар. Сол. Айтып отырмын ғой енді шығудың тәсілін. Солай істеңіздер, болды, содан шығасыздар жай-жайлап. Энергияларыңыз көтерілсе болды, шыға бастайсыздар. Ал кеттік, таңғы техниканы жасайық. Терең демаламыз, шығарамыз, е? Терең демаламыз, шығарамыз. Молодец, Аймекен. Сәлем дейді Перизат. Сәлем, Перизат. Терең демаламыз, шығарамыз. Дем алып жатқаныңызды сезінеміз. Дем аласыз, көкірегіңіз көтеріліп жатыр, ішіңіз ауаға толып жатыр, сезінеміз, е? Шығарамыз. Ішіңіз ауаға толып жатыр, қыздар, сезінеміз. Шығарамыз. Терең демаламыз, ауаға толып жатыр, ішіңіз. Шығарамыз. Көріңіздер, шарик сияқты үрленіп, қайтадан шығарып жатсыздар, е? Терең демаламыз, шығарамыз. Мен тірімін. Мен дем алып жатырмын. Мен тірімін. Көрдіңіздер ма, сезінеміз өзімізді. Осы сәтке келеміз, қыздар, е? Осы сәтке келеміз, сезінеміз. Жан-жағыңызға қараңыздар. Жарық дүние, е? Танымыз атты, е? Күшті, ғажап сезім, е? Қараңыздар. Вау, дала күшті, е? Вау. Терең демаламыз, шығарамыз. Мен қыздарға жіберіп қояйын қазір мына эфирді, е? Терең демаламыз, тағы да шығарамыз. Ауа кіріп жатыр, шығып жатыр. Ауа кіріп жатыр, шығып жатыр. Денеңіз үлкейіп, қайтадан кіріп жатыр, е? Қараңыздар, денеңізге ауа толып, қайтадан шығарып жатсыздар. Мен дем алып жатырмын, шығарып жатырмын. Алланың қалауымен мен дем алып жатырмын, шығарып жатырмын. Күшті, е? Қандай күшті. Мен тірімін, мен ояумын, альхамдулилля, Аллахқа сан шүкір. Мен өмір сүріп жатырмын. Алла маған жаңа күн берді. Өмір сүретін жаңа күн берді, жаңа жақсылық берді. Бүгін менің күнім. Мені барлық жақсылық атаулар күтіп тұр. Терең демаламыз, шығарамыз. Тағы да терең демаламыз, шығарамыз. Аяғымызды сезінеміз. Аяғымыз жерге тиіп тұрма, аяғымызды сезінеміз, аяғымызға қараймыз. Аяғым қозғалып тұр, альхамдулилля. Бойымда энергия бар, күш қуат бар. Алланың энергиясымен аяғым қозғалып тұр, қолдарым қозғалып тұр. Ернім сөйлеп тұр, құлағым естіп тұр, көзім көріп тұр. Алланың бір керемет энергиясымен қол аяқтарым қозғалып тұр. Ал мен энергия жоқ деп ойлап жүрміз, Бойымызда энергия бар ма? Бар, Алланың құдіретімен, күш қуатымен, энергиясымен денеміз қозғалып тұр. Қолдарымыз қимылдап тұр, альхамдулилля. Аяғымызды сезінеміз, әрбір қадамым жақсылыққа толы. Аяғымызды сезінеміз, айтамыз, әрбір қадамым жақсылыққа толы. Әрбір қадамым берекетке толы. Әрбір қадамым нұрға толы. Алла тағала бүгін мен жолымды ашқысы келіп тұр. Алла тағала маған нұр бергісі келіп тұр. Алла тағала мен өміріме жақсылық бергісі келіп тұр. Сондықтан осы эфирға кіргізіп қойды, Терең демаламыз,
Шығарамыз. Тағы да терең демаламыз. Шығарамыз. Қолдарымызды ұстаймыз, Қолдарымызды бір-біріне тигізіңіздер, қолдарыңызды. Бір-біріне тигізіңіздер. Үйкелеңіздер қолдарыңызды. Бір-біріңізге тигізіңіздер, айтыңыздар. Қолдарыңызды бір-біріңізге тигізіп, үйкелеңіздер де айтыңыздар. Менің қолдарым берекелі. Менің қолдарым несібелі. Осы күнге дейін қолдарымда ақша тұрмайды деп ойлап келдім. Бүгіннен бастап ойымды өзгертемін. Менің қолдарыма келген ақша берекелі ақшалар келеді менің қолыма. Менің қолыма несібелі ақшалар келеді. Менің қолыма келген ақша тұрақтайды. Менің қолыма келген ақша көбейеді. Бүгіннен бастап менің қолым берекелі қолдар болып жатыр. Осы күнге дейін де берекелі болған, мен өзім дұрыс ойламай жүрдім. Терең демаламыз, шығарамыз. Менің қолдарым берекелі, менің қолдарым несібелі. Жүрген жерім береке, жүрген жерім несібе. Айтамыз, Терең демаламыз, шығарамыз. Терең демаламыз, шығарамыз. Енді кеттік. Үйімнің әрбір бұрышы бүгін Алланың нұрына құйылып жатыр. Бүгін үйімнің әрбір бұрышы Алланың нұрына құйылып жатыр. Осы апта Алланың нұрымен басталып жатыр деп айтыңыздар. Осы апта Алланың нұрымен басталып жатыр деп айтыңыздар. Әрбір үйімнің бұрышына Алланың нұры құйылып жатыр. Үйімнің әрбір бұрышы Алланың бақытына толып жатыр. Менің үйім бақытты, берекелі үйге айналып жатыр. Менің үйім бақытқа толы деп айтыңыздар. Менің үйім несібеге, берекеге толы деп айтыңыздар. Бұл код, сөз деген код, қыздар. Сіздер тылсым әлемге айтып жатсыздар. Терең демаламыз, шығарамыз. Әрбір терезем арқылы құт береке кіріп жатыр. Бүгіннен бастап мен үйім құтты берекелі үйге айналып жатыр. Терең демаламыз, шығарамыз. Кодовое слово, қыздар. Әрбір сөзіме мән беріп отырыңыздар. Терең демаламыз, шығарамыз. Әрбір терезем арқылы Алланың нұры, жақсылығы құйылып жатыр. Құт берекесі құйылып жатыр. Менің үйім бүгіннен бастап құт берекеге, бақытқа, байлыққа толып жатыр. Бақыттың, байлықтың энергиясына толып жатыр. Терең демаламыз, шығарамыз. Тағы да терең демаламыз, шығарамыз. Молодец. Менің табалдырығым арқылы, менің есігім арқылы Алланың нұры, жақсылығы, бақ берекеті кіріп жатыр, Сіздің табалдырығыңыз арқылы құт береке, байлық, ризық, несібе кіріп жатыр. Бүгіннен бастап төріңізге орналасып жатыр. Сіздің есігіңіз арқылы кірген құт береке, байлықтың энергиясы сіздің төріңізге орналасып жатыр. Сіздің бүгіннен бастап төріңізде құт береке, байлық бар. Байлық, құт береке, несібе орнықты. Айтамыз солайна, менің үйімнің бүгіннен бастап төрімде құт береке, байлық кірді. Байлық келіп орналасты. Менің үйімнің төрінде құт береке, байлық бар. Менің төрім құтты, берекелі, байлыққа, ризыққа, несібеге толы. Терең демаламыз, шығарамыз. Бүгін менің төріме құт береке, байлықтың, ризықтың несібесі келіп орнықты деп айтыңыздар. Терең демаламыз, шығарамыз. Әрбір үйіме кірген құт береке, байлықтың, ризықтың, несібенің энергиясы мен денеме сініп жатыр. Менің денем сондай ризыққа, берекеге толы магнитке айналып жатыр. Терең демаламыз, шығарамыз. Молодец. Тағы да терең демаламыз, шығарамыз. Тағы да терең демаламыз, шығарамыз. Жоғарыдан Алланың бақ берекеті төгіліп жатыр. Жоғарыдан Алланың нұры төгіліп жатыр. Жоғарыдан шаңырағымның жоғарысынан құт береке құйылып жатыр деп айтыңыздар, Жоғарыдан төгілген құт берекет мен басыма қонып жатыр деп айтамыз. Ұстаймыз, осыланы айтамыз. Менің жоғарыдан төгілген бақ берекет менің басыма қонып жатыр. Бүгіннен бастап менің басымда бақ берекет орнығып жатыр. Осылай айтамыз. Менің басымда бақ берекет орналасып жатыр. Иықтарым жақсылыққа толып жатыр. Терең демаламыз, шығарамыз. Жоғарыдан төгілген бақ берекет менің басыма қонып жатыр. Терең демаламыз, шығарамыз. Қолыңызбен осылайна ұстап тұрып айтыңыздар. Әрбір сөз код, қыздар. Тем более денеге тигізіп айтсаңдар, денеде память бар, қыздар. Денеде память бар. Ол ешқашан ұмытпайды. Сезінесіздер, ұстап көріңіздер, ұштаңыздарды айтыңыздар, қандай состояниеде боласыздар. Жоғарыдан төгілген бақ берекет менің басыма қонып жатыр деңіз. Қандай боласыздар? Ғажап состояние, күшті, Әрбір жоғарыдан төгілген энергия менің иығыма, жақсылық иығыма қонып жатыр деп айтамыз, Терең демаламыз, шығарамыз. Осыны жасаңыздар, міне сіздерге энергия, міне сіздерге
түпкі санаңызды өзгертетін, өмірге деген көзқарасыңызды өзгертетін техникалар, бұлардың барлығы. Перепрограммирование. Менің әрбір нәрсем сіздерді өзгертеді. Сіздің түпкі санаңызды өзгертеді. Терең демаламыз, шығарамыз. Осындай миллионер әйелдер клубында күнде осындай нәрсе жасатам, таңда. Кәдімгідей сіздерді өзгертетін амалдар жасатам. Терең демаламыз, шығарамыз. Бетім қызарып жатыр, көрдіңіздер ма? Бетім қызарып жатыр. Ары қарата кеттік. Терең демаламыз, шығарамыз. Тағы да терең демаламыз, шығарамыз. Мен бүгін өзімді қабылдаймын. Көкірегімізді ұстаймыз. Мына жерін ұстаңыздар, айтыңыздар. Мен бүгін өзімді қабылдаймын. Осы күнге дейін өзімді қабылдамай келдім. Жаманмын деп ойладым. Түрім жаман, фигурам жаман деп ойлап келдім. Бүгіннен бастап ойымды өзгертемін. Менің түрімді Алла тағала жаман қылып жаратқан жоқ. Айтамыз. Менің фигурамды Алла тағала жаман қылып жаратқан жоқ. Мені жаман қылып жаратқан жоқ. Мен өзім жаманмын деп ойлап жүрмін. Сондықтан мен түрім жаман болып тұр. Мен бүгін ойымды өзгертемін. Алла мені көркем етіп жаратқан. Алла мені сұлу етіп жаратқан. Алла менің түрімді келісімді етіп жаратқан. Алла менің фигурамды барлығын маған өзіме жарасымды етіп жаратқан. Бүгін мен өзімді қалай бар, солайынан қабылдаймын деп айтамын. Сәлеметсіз бе, Марал ханым дейді. Сәлем, сәлем. Сағынғалиева дейді. Терең демаламыз, шығарамыз. Мен бүгін өзімді қалай бар, солайынан қабылдаймын. Мен қалай бар, солайынан өзімді қабылдаймын. Жан жүрегіммен қабылдаймын. Терең демаламыз, шығарамыз. Менің түрім өзіме жарасымды. Менің көздерім өзіме жарасымды. Менің әрбір қылығым, сөйлеген сөзім барлығы өзіме жарасымды. Менің мінезім барлығы өзіме жарасымды. Менің фигурам өзіме жарасымды. Мен бүгін өзімді қалай бар, солайынан қабылдаймын. Қалай түсіндіңіздер, солайынан айта беріңіздер, қыздар. Түсіндіңіздер ма? Маған ілеспей ақ қойыңыздар, Өздеріңіз қалай түсініп жатсыздар, солайынан айта беріңіздер. Өзіңіздің сөзіңізбен айтыңыздар. Өздеріңіздің сөздеріңіз өздеріңізге сенімді болады, Мен бүгін осы күнге дейін өзімді қабылдамадым деп айтыңыздар. Мен осы күнге дейін өзімді қабылдамадым. Өзімді жаманмын деп ойладым. Түрім жаман, жаңағы фигурам жаман, мінезім жаман деп. Сондықтан мен жаман болып жүрмін. Бүгін ойымды өзгертемін. Бүгін мені Алла қалай жаратты, солайынан қабылдаймын. Әрбір қылығым өзіме жарасымды. Менің көздерім өзіме жарасымды. Менің қылығым өзіме жарасымды. Менің әрбір сөзім өзіме жарасымды. Менің фигурам өзіме жарасымды. Мен толыққанды өзімді қалай бар, Алла қалай жаратты, солайынан жан жүрегіммен қабылдаймын дейміз. Аңғара ПФР деп жазылып тұр. Жан жүрегіммен қабылдаймын. Терең демаламыз, шығарамыз. Тағы да терең демаламыз, шығарамыз. Мен бүгін өзімді толыққанды қабылдаймын. Менің түрім өзіме жарасымды. Менің әрбір қылығым өзіме жарасымды. Сөйлеген сөзім өзіме жарасымды. Мен бүгін өзімді жан жүрегіммен қабылдаймын. Осы түріммен бақытты болуға болады. Осы түріммен бай болуға болады. Осы мінезіммен бақытты болуға болады. Мен бүгін өзіме рұқсат беремін. Осы түріммен, осы фигураммен, осы мен бақытты болуға, бай болуға, қуануға, жадырауға өзіме рұқсат беремін деп айтыңыздар. Терең демаламыз, шығарамыз. Тағы да терең демаламыз, шығарамыз. Молодец. Рұқсат беріңіздер өздеріңізге. Осылайынан да бақытты болуға болады. Осылайынан да бай болуға болады. Осы күйінде, осы фигурамен жарыққа шығуға болады. Идеальный болудың қажеті жоқ. Просто өзіңізді қабылдаңыз. Қалай барсыз, солайынан қабылдаңыз. Осы күйінде мені сыйлауға болады, рұқсат берем. Осы күйінде мені бағалауға болады, рұқсат берем. Осы күйімде сыйлықтар қабылдауға болады, мен өзіме рұқсат берем. Мен барлығына лайықтымын. Мен толыққанды өзіме осылайынан бай болуға, бақытты болуға, сыйлықтар алуға, саяхаттауға, алдыға жүруге, қуануға, өмір сүруге рұқсат беремін деп айтыңыздар. Терең демаламыз, шығарамыз. Тағы да терең демаламыз, шығарамыз. Сәлеметсіз бе? Мен енді кірдім. Эфир сақтала ма дейді. Сақталады. Ары қарата кеттік.
Мен бүгін өзімнің құнды екенімді мойындағым келеді. Мен құндымын. Алла мені құнды етіп жаратқан. Менің көздерім құндылық. Менің әрбір сөйлеген сөзім құндылық. Менің тыныс алып тұрғаным құндылық. Жүрегімнің соғып тұрғаны құндылық. Мен өзімнің құнды екенімді бүгін мойындаймын. Терең дем аламыз, қыздар, шығарамыз. Мен бүгін өзімнің құнды екенімді мойындаймын. Сақтаймын. Кенже сақтаймын. Терең дем аламыз, шығарамыз. Алтынға құмармын дейді. Сіз алтынға лайықтысыз. Тағыңыз құмар болса, сіз үшін ғой барлығы. Мен $1,000,000 жүрегімді бермеймін. Мен $1,000,000 көздерімді бермеймін. Мен бір саусағымды $1,000,000 бермеймін. Значит, менің жүрегім $1,000,000 қымбат тұрады. Менің көздерім $1,000,000 қымбат тұрады. Бір саусағыңыздың өзі $1,000,000 қымбат тұрады. Алла сізді қандай құнды қылып жаратып қойған. Алланың алдында сіздің қандай құнды екеніңізді білуге болады. Көрдіңіздер ме? Алла тағала сізді құнды қылып жаратып қойған. Ештеңкеге тең келмейтіндей жаратып қойған. Бүгін өзіміздің құнды екенімізді мойындаймыз. Терең дем аламыз, шығарамыз. Мен құндымын. Алла мені құнды етіп жаратқан. Менің көздерім құндылық. $1,000,000 қымбат тұратын құнды жаратылыспын мен. Мен миллиардтаған доллардан қымбат тұратын жаратылыспын мен. Бір саусағым $1,000,000 қымбат тұрады. Бүгін мен өзімнің құнды екенімді мойындаймын. Мен қымбат екенімді мойындаймын. Алла мені қымбат етіп жаратқан. Менің бір саусағым қымбат тұрады. Менің $1,000,000 қымбат тұрады. Мен бүгін өзімнің құнды жаратылыс екенімді мойындаймын. Терең дем аламыз, шығарамыз. Мен қымбатпын. Алла мені қымбат етіп жаратқан. Алланың алдында мен қымбатпын. Алланың алдында мен датабо қымбатпын. Осында ешкімге тең келмейтін, ешқандай байлыққа тең келмейтін қылып мен жаратып қойған. Мен бүгін өзімнің қымбат екенімді мойындаймын. Терең дем аламыз, шығарамыз. Мен қымбат заттарға лайықтымын. Мен көп ақша жұмсауға лайықтымын. Мен бриллианттар тағуға лайықтымын. Алла мен үшін бриллианттарды жаратып қойған. Мен үшін, именно әйелдер үшін жаратып қойған. Бриллианттарды, алтындарды, мына жақыттарды, қаншама дүние, мүлік бәрін біз үшін жаратып қойған Алла тағала. Бүгін мен барлығына лайықтым екенімді мойындаймын. Мен қымбат киімдер киюге, қымбат жерлерде жүруге, қымбат тағам жеуге, қымбат сусын ішуге өзіме рұқсат беремін. Себебі мен $1,000,000 қымбатпын. Терең дем аламыз, шығарамыз. Терең дем аламыз, шығарамыз. Қыздар, бұл сіздер бәр ақшаларыңызды жұмсап, бәр қымбатты алып ал деген сөз емес, дұрыс түсінеміз, просто рұқсат береміз. Уақыт өте келе сіз сондай қымбат өмірге барасыздар, жақсы ма? Қымбат өмірге барасыздар. Мен бұны аяқ жағында түсіндірем, жақсы ма? Терең дем аламыз, шығарамыз. Мен бүгін өзіме рұқсат беремін. Қымбат киім киюге, брендовый киім киюге, алтындар тағуға, қымбат сыйлықтар алуға, жадырап жүруге, қуануға, сұлу болуға өзіме рұқсат беремін. Бүгін өзімнің сондай қымбат екенімді түсініп жатырмын. Терең дем аламыз, шығарамыз. Жұмыс жасасаңыз да болады, ашып жасасаңыз да болады, өзіңізге қалай ыңғайлы. Терең дем аламыз, шығарамыз. Молодец. Бүгін мен өзімнің бай екенімді мойындағым келеді. Мен баймын. Алла мені бай етіп жаратқан. Мен өзімнің бай екенімді мойындағым келеді. Мен байлықтың ортасында отырмын. Мен байлықтың ортасында отырмын. Алла мына күнді мен үшін жаратып қойған. Түнді мен үшін жаратып қойған. Тыныш ұйықтасын, әдемі өмір сүрсін деп. Мына күн, жер, планета, тау, тас, өзен, көл бәрін маған жаратып қойған мен үшін. Осы әлемдегі өсімдік, жеміс жидек, миллиондаған жеміс жидектер бар. Қаншама нәрсе бар, бәрін сіз үшін жаратып қойған. Осы біз үшін жаратып қойған. Біз баймыз, жерден суды шығарып қойды, жерден өсімдіктерді шығарып қойды. Қаншама миллиондаған нәрсені біз үшін, күн мен түнді біз үшін жаратып қойды. Мына отырған орындығының өзі ағаш қой, көшеде жаңағы өсіп тұрған ағаштан сондайдан жасалынған. Қаншама нәрсені біз үшін Алла тағала жаратып қойды.
Бүгін өзіміздің бай екенімізді мойындаймыз. Біздің бір жүрегіміз миллиондаған доллардан қымбат тұрады. Сен ешкімге бермейсің миллиондаған долларға. Құры дейсің, өмір сүрейін лучше дейсің, Лучше өмір сүрейін, миллиондаған долларды өзім тауып алам дейсің, Вот көрдіңіздер ма? Біз баймыз. Біздің бір жүрегіміз миллиондаған доллардан қымбат тұрады. Айтамыз. Алла тағала барлық байлықты мен ішіме салып қойған. Менің ішімде миллиондаған долларға теңдессіз байлықтар жатыр. Бүгіннен бастап мен өзімді бай екенімді мойындаймын. Айтыңыздар, ауыздарыңыз үйренсін. Код бұл сөз, әрбір сөз код, қыздар. Алла мені бай етіп жаратқан. Мен байлықтың ортасында отырмын. Алла мына көл, өзен, планета барлығын мен үшін жаратқан. Мен баймын. Алла мені бай етіп жаратқан. Мен бүгін бай екенімді мойындаймын деп айтамыз. Терең демаламыз, шығарамыз. Тағы да терең демаламыз, шығарамыз. Қолдарыңызды көкіректеріңізге қойып отырып айтыңыздар осылайынан. Терең демаламыз, шығарамыз. Мен бүгін өзімнің бай екенімді мойындаймын. Байлық мен үшін. Жер, планета, тау, тас, өзен, көл барлығы мен үшін. Миллиондаған жеміс жидектерді мен үшін шығарған. Қаншама ауа, өзен, көл, тал, мынандай өсімдіктер бәрі мен үшін қызмет етіп жатыр. Бүгін мен өзімнің бай екенімді мойындаймын. Сіз үшін қызмет етіп жатыр. Барлығы сіз үшін. Терең демаламыз, шығарамыз. Күннің өзі сіз үшін атады, сіз үшін батады. Терең демаламыз, молодец, шығарамыз. Қалай болдыңыздар? Күшті болып жатсыздар ма? Күшті болса күшті деп жаз қойыңыздар. Күшті болып жатырмыз деп. Рахмет Марал ханым, жеңілдеп қалдым, бойымдағы ауырлық кетті дейді. Машалла. Бір эфирдің өзінен қандай, Кішкене бір эфирдің өзінен қандай күшті болып жатсыздар. Кеттік ал. Я Раббым Алла, мен маңдайымның бағын аша көр. Менің маңдайымның жақсылығын бере көр. Менің маңдайымның нұрын аша көр. Менің маңдайыма бақындай бақ бере көр, Алла тағалам. Менің жүзімді нұрландыра көр. Менің жүзіме нұр бере көр. Айтамыз, Менің жүрегіме имандылық бере көр. Менің жүрегіме мейірім, махаббат бере көр. Я Раббым Алла деп. Былайынан жасаңыздар. Рахмет жаным мен дейді Гүлайым. Керемет дейді. Кішкене түсінбей жатырмын. Бірінші рет қатысып жатыр едім дейді. Ертең профессионал боласыз күнде қатысып. Күшті бөпемді емізіп отырып айтып жатырмын дейді. Алмагүл, бөпенің бау берік болсын, үлкен жақсылықтарға шығып, еліне елеулі, халқына қалаулы азаматша өссін. Кеттік, осылайынан жасаймыз. Осылай жасаймыз. Бүйтіп ашамыз сосын, Бүйтіп ашыңыздар, осылай, Давайте кеттік ал. Бір. Шахноза ханым, рахмет үлкен дейді. Давайте кеттік. Бір, екі, үш ашамыз. Вау, менің басымның бағы ашылды деп айтыңыздар. Тағы да бір рет. Менің басымның бағы ашылды деп айтыңыздар. Көрдіңіздер ма? Вау, сезінеміз, Сезініп жасаңыздар, қыздар. Давайте кеттік. Вау, мен басымның бағы ашылды. Мен басымның жақсылығы ашылды. Менің потогым ашылды деп айтыңыздар. Көрдіңіздер ма? Менің потогым ашылды деп айтыңыздар. Молодец, қыздар. Менің басымның бағы ашылды деп айтыңыздар. Тағы да. Мен басымның жақсылығы ашылды. 1, 2, 3. Менің потогым ашылды. Вау! Бүгіннен бастап жақсылықтың көзі ашылды деп айтыңыздар. Әрбір сөз код, қыздар, Бүгін жақсылықтардың көзі ашылды. Өмірімде жақсылықтарымның көзі ашылды. Басымның бағы ашылды. Айтыңыздар, басымның бағы ашылды. Басымның жақсылығы ашылды. Кеттік. Терең демаламыз. Шығарамыз. Тағы да терең демаламыз, шығарамыз. Я Раббым Алла, көздеріммен өзімнің жетістікке жеткенімді, бай болғанымды, бақытты болғанымды көруді насіп ет. Мына көздеріммен өзімнің жетістікке жеткенімді, бай болған, бақытты болған көруді насіп ет. Балаларымның жақсылығын көруді насіп ет. Балаларымның бақытын көруді насіп ет, Алла тағалам. Мына көздеріммен көптеген жақсылықты, әлемдерді саяхатта барлық жақсылықты көруді насіп ет, Алла тағалам.
еріндеріммен жақсы сөздер сөйлеуді, өнегелі сөздер сөйлеуді, тіліммен халқыма қызмет етуді нәсіп еді Алла тағала. Терең демаламыз, шығарамыз, тағы да терең демаламыз, шығарамыз. Жүрегімізді ұстаймыз, жүрегімізді ұстаймыз, жүрегімізді айт. Жүрегімнің имандылығын бер, жүрегімнің жақсылығын бер, жүрегімнің мейірім, махаббатын бер. Жүрегімнің қайнар көзін аша Алла тағалам. Жүрегімнің ішіндегі таланттарды аша Алла тағалам. Жүрегімнің түбіндегі таланттарымды, қабілеттерімді аш. Енді бұлайнан жасаңыздар. Осылай ұстап тұрыңыздар ма? Енді ашыңыздар осылайнан, я? Давайте кеттік. 1, 2, 3. Ашылды ма? Қабілеттерім ашылды деп айтыңыздар. Жүректегі жақсылығым ашылды деп айтыңыздар. Имандылығым ашылды деп айтыңыздар. Терең демаламыз, шығарамыз. Жүрегімдегі жақсы қабілеттерім ашылып жатыр бүгін. Жүрегімнің түбіндегі өзімнің қабілеттерім, жақсылықтарым ашылып жатыр. Имандылығым ашылып жатыр. Жүрегімдегі махаббатым ашылып жатыр. Әлемге деген махаббатым ашылып жатыр. Айтамыз. Түбіндегі таланттарым ашылып жатыр. Бүгіннен бастап мен ашылдым. Толыққанды ашылдым деп айтыңыздар. Әрбір сөз код, қыздар, айтамыз, Әлемге мен бүгін ашылдым. Әлемге мен бүгін толыққанды ашылдым деп айтыңыздар. Терең демаламыз, шығарамыз. Енді айтамыз, былай шақырамыз енді. Біз ашылдық, потогымыз ашылды, жүрегіміздегі мейірім, махаббатымыз, жақсылығымыз ашылды, Енді айтамыз, менің жақсылықтарым кел. Жана бақытым, жана байлығым, несібем, энергиям барлығы кел. Мен сені қабылдауға дайынмын. Терең демаламыз, шығарамыз. Терең демаламыз, шығарамыз. Қалай болып жатсыздар? Күшті ма? Қай қала дейді? Сіз қай қаладансыз? Менің әрбір техникам барлығы күшті ғой, қыздар, Техникаларым да күшті, медитацияларым да күшті, альхамдулилля, эфирларым да күшті, Шүкір Аллаға, бәрі күшті. Алла тағала күшті қылып жаратып қойған ғой, мені сіздер үшін күшті қылып жасап қойған ғой. Мен терапияларым, бәрі күшті. Сондықтан любой марафоным, любой нем, барлық сіздерді ашуға алып келеді. Алматы дейді. Мен Астана. Алматы қаласында, Құдай қаласа, мен 10 күні болам. Зор дейді, күшті, керемет. Алла разы болсын. Алла шүкір дейді. Сондықтан Алла тағала мені сіздерге жаратып қойған осындай күшті қылып, ішіне қабілеттерімді ашып жатыр. Көрдіңіздер ме? Әрбір сөз код сіздерді үйретіп жатыр. Мен арқылы үйретіп жатыр. Қалай сөйлеу керегін, қалай айту керегін, Терең демаламыз, шығарамыз. Ақтау, Атырау, Ақтөбеге біз 1-2-3 барамыз, сол уақытта барамыз, Мамырдың 1-2 барамыз. 8-і Ақтауда боламыз. 8-і Ақтауда, Атырау, Ақтөбе, Оралда 1-2-3 барамыз, шатаспасам. Сондықтан менің барлық артымнан жүре беріңіздер, бір жерден шығасыздар. Жоқ дегенде бір бизнес ашып кетесіздер. Маған төлеген ақшаларыңызға никак өкінбеңіздер, қыздар. Никак өкінбеңіздер. Бұл өздеріңіз үшін төлеп жатсыздар. Көп деген нәрселерден шығасыздар бір күні, бір жерден шығасыздар. Өздеріңіз үшін төлеген ақшаларыңызды бұл үшін өкінбеңіздер. Тәуба деп айтыңыздар, тәуба деп. Алла разы болсын дейді. Ал кеттік, ал енді квантовый переход жасаймыз, Кванттық переход жасаймыз. Осы орынға барлық ауыртпашылықты тастап кетеміз қазір, Заряне айтып жатырмын ғой, Инстаграмда шығарып жатырмын. Қараңыздар, қыздар, мен Инстаграмға барлығын шығарып жатырмын. Айна, сәлем, Айна. Қалың қалай, Айнашка? Осы прямой эфир платный ма қанша дейді. Жоқ, бұл прямой эфир платный емес. Мен миллионер әйелдер клубын басталады ертең. Осылай таңғы эфирлар болады. Таңғы техникалар болады осындай. Сосын таңғы билер болады. Одан кешкі проработкалар, кешкі терапиялар болады. Сондай үлкен 21 күндік жұмыстан өтесіздер. Ол ертең 6 күні басталады. Соған қатыссаңыздар болады. 6-сына басталады. Ал кетті, квантовый переход жасаймыз. Кванттық переход жасаймыз.
Жаңа энергияға кіреміз, қыздар. Жаңа энергияға кіреміз. Лып-лып етіп кіріп кетеміз, иә? Жаңа энергияға, жаңа жақсылықтарға кіреміз. Осы орынға барлық ауыртпашылық таста кетеміз. Ауру, сырқау бәрін тастаңыздар. Иығымдағы жаманшылық, басымдағы жаманшылық бәрін тастаймыз осы жерге. Лақтырып. Ауру, сырқау, уайым бәрін осы жерге таста кетеміз. Тастаймыз. 1-2-3 дегенде жылжып кетеміз. Жақсылықтың, байлықтың, бақыттың есігі ашық тұр деп ойлаңыздар, е? Сол энергияға кіріп кетеміз. Сіздің жаныңызда жақсылықтың, байлықтың, бақыттың энергиясы тұр. 1-2-3 дегенде соған кіріп кетеміз. Барлық ауыртпашылықты осы жерге тастап кетеміз. Ата-бабадан келе жатқан жаман программалар, ДНК-лар, қарғыс, керек емес, өкпе, реніш дегеннен бәрін осы жерде тастап кетеміз. Мен қазір жазып алайын. Тастаймыз, қазір тастай беріңіздер. Барлық ауыртпашылық, жаманшылық, керек емес программалар, ата-бабадан келе жатқан кармический бәрін тастап кетеміз осы орынға. Мана шықты. Давайте кеттік. Тастадық па? Тастаймыз. 1, 2, 3. Жақсылықтың, байлықтың, бақыттың энергиясына кіреміз, жылжимыз. Бұрынғы орынға қараңыздар. Бұрынғы орында жаманшылықтың барлығы қалды. Сіз жаңа энергияға кірдіңіз. Жаңа жақсылықтың, байлықтың, бақыттың, молшылықтың энергиясына кірдіңіз. Ал, кеттік, айтамыз. Бүгіннен бастап мен жаңа энергияға кірдім. Бүгіннен бастап қолымызды көтереміз, екі қолымызды көтеріңіздер. Мен бір қолымда телефон тұр, сондықтан екі қолымызды көтереміз, айтамыз. Бүгіннен бастап мен өзіме рұқсат беремін. Бай болуға, бақытты болуға, энергичный болуға, өмір сүруге, қуануға, саяхаттауға өзіме рұқсат беремін. Көп ақша табуға, көп ақшаны ұстауға, көп ақшаны жаратуға, алдыға жүруге, қуануға, бай болуға, бақытты болуға өзіме рұқсат беремін. Бүгіннен бастап мен жолым ашық, үйім берекеге толды. Үйім құт берекеге толды. Үйім жақсылықтың энергиясына толды. Басыма бақ қонды. Потогым ашылды. Жүрегімдегі таланттарым ашылды. Жүрегімнен жақсылығым ашылды. Әрбір қадамым жақсылық. Әрбір қадамым береке. Әрбір қадамым нұр. Менің қолым бүгіннен бастап берекелі. Бүгіннен бастап менің қолым жақсылыққа толы. Менің қолыма келген ақша көбейеді. Менің қолыма келген ақша еселенеді деп айтамыз. Терең демаламыз. Шығарамыз. Менің бүгіннен бастап жолым ашық, мен жаңа энергияға кірдім. Бүгіннен бастап мен өмірімде көптеген жақсылықтардың есігі ашылады. Бүгіннен бастап мен өмірімде жолым бола бастайды. Алла мен жолымды ашып қойған. Бірақ мен жолым жабық деп ойлап жүрмін. Бүгіннен бастап менің жолым ашық. Мен жақсылықтың энергиясына кірдім, байлықтың энергиясына кірдім, бақыттың энергиясына кірдім. Терең демаламыз, шығарамыз. Деп айтып қойыңыздар. Бүгіннен бастап өзіме рұқсат беремін. Бай болуға, бақытты болуға, энергичный болуға, саяхаттауға, қуануға, күлуге, миллиондаған ақша жұмсауға, көптеген жақсылықтарға шығуға, өмір сүруге өзіме рұқсат беремін. Мен лайықтымын. Қымбат киімдер киюге, алтындарды тағуға, мен лайықтымын. Жақсы өмір сүруге, қымбат көліктер айдауға, әдемі жерлерде тұруға. Әдеміліктің бәрі мен үшін, сұлулықтың бәрі мен үшін, байлықтың бәрі мен үшін. Бүгіннен бастап мен өзіме толыққанды рұқсат беремін деп айтамыз. Деп кеттік. Менің жолым ашық. Алла мен жолымды ашық қойған. Әрбір қадамыма нұр беріп қойған. Әрбір қадамыма жақсылық беріп қойған. Әрбір қадамымды жақсылыққа, байлыққа, бақытқа толтырып қойған. Менің өмірім ғажап. Бүгіннен бастап ғажап өмірдің есігін аштым. Бүгіннен бастап ғажап өмірімде ояндым. Менің өмірім ғажап. Күннен күнге ғажап өмірдің есігін ашып жатырмын. Күннен күнге жақсылықтың, бақыттың, байлықтың есігін ашып, қадамын жасап жатырмын деп күніңізді бастаңыздар. Күндеріңізге сәттілік, несібелі, берекелі күн болсын. Өмір ғажап, менің өмірім ғажап, особенно мен өмірім ғажап.
Армандар орындалады. Әсіресе менікі деп айтыңыздар. Терең демаламыз, шығарамыз. Қалайсыздар, күшті болдыңыздар ма? L'Oréal Париж. 120 лет научного наследия с доказанным результатом. До 100% больше объема и длины. Жирима деген не деп атсыздар? Жиримасыңыз. Жирима деген немене қыздар қуасыңдар, я? Күшті дейді. Сол, ал сіздерге сәттілік. Ала бұйырса 12 қаладамын қыздар, я. Бірінші Алматы, Шымкент, Қызылорда, Тараз қаласына барамын. Тренинг терапиямен қыздар, я. 6 күні миллионер әйелдер клубын басталады, онлайн басталады. Офлайн қатыса алмаймын десеңіздер, онлайнға қатысаңыздар болады. 21 күн бойы осындай сіздермен таныммен эфир жасаймыз, таныммен би билетеміз, дұғалар оқытамыз, өміріңізді өзгертетін, тағдырыңызды өзгертетін сондай дұғалар оқытқызамыз. Кешкілік эфирлар болады, проработкалар болады, терапиялар болады. Сондықтан қатысам десеңіздер, Нұрсипаттың номерін жазып кетемін, соған жазсаңыздар болады. Осы нөмірге жазып толық ақпарат сұрай берсеңіздер болады, қыздар. Мен осындай коуч-тренер болғым келеді деп айтып жатсыз ғой, айтыңыз. Мен осындай коуч-тренер болуға өзіме рұқсат бердім деп айтыңыз. Сондықтан сіздерді күтем, ала бұйырса. Өзі шамалақ күн қалды миллионер әйелдер клубына. Қатсам десеңіздер, бағасы 25 мың теңге, қыза 24.990. Сіз ол жерде, мысалы, мен бір проработкамның өзі 30 мың теңге қыздар, я? Кейбір жерде 2 сағатқа созылса 50 мың теңге болады. Ал бұл жерде сіздер 21 күн бойы проработкадан өтесіздер, 21 күн бойы таңғы эфирдан өтесіздер, осындай 21 күн бойы таңғы билер болады. Сіздер күшті дұғалар оқисыздар, өмірлеріңізді өзгертетін, ақша потогыңызды ашатын, сондай күшті 21 күндік жұмыс болады миллионер әйелдер клубында, онлайн ол қыздар. Офлайн 12 қалаға бар жатырмын, семинарым болады. Тренинг деп айтайыншы енді. Үлкен семинарға әлі дәрежем жетті ма, жетпеді ма білмеймін. Жеткенде шығар мүмкін. Сондықтан тренингімді күтем, баршаңызды. Тренингтің бағасы бар жоқ 10 мың теңге. Терапияның бағасы енді бөлек болады, ол қыздар. Терапия ол бөлек, сіздердің ішкі әлемдеріңіздегі үлкен кедергілерді, үлкен ауыртпашылықтармен барлығымен жұмыс жасайтын болам. Соның өзі сіздердің өмірлеріңізді өзгертуге жеткілікті болады. Бір емес 3, 6, 9, 12 ай көлемде үлкен өзгерістердің есігін ашатын боласыздар. Өмірлеріңізде күрт өзгерістер пайда болады мен терапиямнан кейін қыздар. Өйткені сол жердің өзіне өзгеріп кетесіздер. Сондықтан мен сіздерді күтем, ала қаласа. Астанада менің парақшамда қазір мен сіздерге парақшама толық ақпаратты мына кісіден алыңыздаршы. Осы нөмерге жазыңыздар, толыққанды ақпарат береді. Астанада қашан, Алматыда қашан, барлығын береді. Осы кісі өзі жоспарлап нетіп отырады. Мен көмекшім толыққанды жоспарлап Инстаграмға бәрін шығарып отырады. Сондықтан осы кісіге хабарласып толыққанды ақпаратты ала беріңіздер. Қырғызстанда қатысқандар бар ма дейді. Қырғызстанда мен ретрит жасаған болатынмын былтыр. Онлайн қатысаңыз болады, ханым. Сіз енді білмеймін, Қырғызстан несімен, уақытымен 1 сағат ау деймін біздің уақытымыз. Онлайн қатысаңыз болады. Құдай қаласа жазда бір тренинг жасағым келіп тұр сіздің Қырғызстанда алла бұйырса. Бірақ ретритқа барған болатынмын Қырғызстанға. 2 рет жасадым ретритті. Ташкентте 2 рет ретрит жасадым. Алла бұйырса ретриттармен де шығам бұйырса жаздың күні. Қазір енді тренинг терапия Сіздің парақшаңыз қандай дейді? Осы ғой парақшам. Ботама осы ғой парақшам. Онда сау саламатта болыңыздар. Сіздерді мен күтем, ала берсе. Алматы қашан барасын дейді? 10-нан бастаймыз қыздар. Алматы, Шымкент, Қызылорда, Тараз қаласына 10, 11, 12 барамыз. Алла қаласа. Марал Сәулебек деген парақша, осы парақша жазылып тұр ғой төбеде. Марал Сәулебек деп астына жазылып тұр ғой. Жақсы сау саламатта. Барлық ақпарат осы нөмерде. Сау саламатта болыңыздар.